Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Сандуғаш, мен арнама қош келдіңіздер. Егер сізді немесе балаңызды анемия мазалап жүрген болса, ешқандай дәрі-дәрмексіз жеңіл түрде анемиядан оңай арылудың жолымен бөлісетін боламын. Өте қарапайым үйде бар заттардан жасалынатын смузиді дайындайық. Мінекей бізге бір шикі қызылша, бір қызыл алма және бір штук анар дәндері қажет болады, және жарты стакан су қажет. Қызылшамызды аршып, алмамызды барлығын көбіктеп турап алдық, анарымызды аршып, мінекей дәнімізді алып алдық, барлығын блендерге саламыз, суымызды құйып, мінекей бір қалыпқа келгенше жақсылап блендерлеп алатын боламыз. Егер де анардың дәндері ішкен кезде кедергі жасайды дейтін болсаңыздар, анарды сумен алдын ала блендерлеп, сүйтодан өткізіп, дәнінен тазартып алсаңыздар болады. Мінекей дайын болды, өте жылдам, өте қарапайым түрде жасалынады. Дәрі-дәрмексіз анемиядан құтылудың ең керемет жолы. Жасап көріңіздер, назарларыңызға рахмет. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.